Давай, 1, 2, 3. Сәлеметсіздер ме? Мен Абай ауылындағы номер 2 орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Нұрмахан Жанай. Менің таңдаған мамандығым дипломат. Маған бұл мамандық ұнайды. Себебі дипломатия деп отырғанымыз Қазақстанның мүддесін қорғау, елдің атынан халықаралық деңгейде сөйлеу, ұлттық мүддені қорғау, одан бөлек жаңа мәдениеттермен танысу, әртүрлі елдерді аралап, олардың тарихы мен дәстүрлерін көру, және де көп бағытта дамуға деген мүмкіндік. Кәсіптің шығу тарихы тек қана Қазақстанда алатын болсақ, дипломатия мамандығы бізде қазақ хандығының дәуірінен бастап жақсы дамыған. Мысалға, оған 1731 жылы Әбілқайыр ханның Ресейге барып қосылуын айтсақ болады. Ал қазіргі замандағы дипломатияға тоқталсақ, қазіргі таңда дипломатия бізде халықаралық құқыққа, мемлекеттік келісімдерге негізделген. Мысалы, оған біз Біріккен ұлттар ұйымын, Еуропалық одақта жатқыза аламыз. Енді дипломат болу үшін адамда қандай қасиеттер болу керек деген сұраққа жауап беруі керек. Ең бірінші бізде бұл халықаралық деңгейдегі жұмыс болғаннан кейін дипломаттар әртүрлі елдермен келісімде жүріп, мәселені тез және де дұрыс шеше білу керек. Одан кейін дипломат болу үшін сіз кемінде 2-3 тіл білу керексіз. Егер тілді үйренуді ұнатсаңыз, дипломатия сізге келетін мамандық. Одан бөлек дипломатиялар жиі іс-сапарларға шығып тұрады. Түрлі елдерде жұмыс істейді, яғни сізде нақты трафик болмайды. Сіз бір күні мына қалада болсаңыз, екінші күні басқа қалада бола аласыз. Одан бөлек бұл өте үлкен жауапкершілік. Сіздің әрбір айтқан сөзіңіз басқа бір мемлекеттің, екі мемлекеттің қарым-қатынасын құртуы мүмкін. Осы мамандық бойынша танымал адамдарды енді айтып кетейік. Ең бірінші біз бәріміз білетін бізде Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының қазіргі президенті, бұрынғы сыртқы істер министрі және де өте тәжірибелі дипломат. Одан бөлек Оңдалап Серікбайұлы Оңалбаев. Бұл кісі біздегі Иран Ислам Республикасының арасындағы Қазақстанмен тәжірибелі дипломаттың бірі болып табылады. Және де біздегі Төлеутай Сүлейменов. Бұл кісі бізде Қазақстанның алғашқы сыртқы істер министрі болған. Қазіргі таңда бұл мамандықта жұмыс істемейді, бірақ та дипломатия саласында тәжірибесі бар. Енді бұл мамандықтың оң және де теріс жағын айтып кетейік. Артықшылықтарға тоқталатын болсақ, бұл бізде халықаралық деңгейдегі жұмыс істеу, жоғары мәртебе, бедел, шет тілдерін меңгеру, жоғарғы жалақы және де жеңілдіктер, саяхаттау мүмкіндігі, кең байланыс ортасы және де стратегиялық ойлау қабілеті. Ал кемшіліктермен келетін болсақ, бұл бізде жоғары жауапкершілік, күрделі және ұзақ жұмыс кестесі, отбасыдан алшақ болу және де психологиялық қысым. Үздік оқу орындары. Енді бірінші тек қана Қазақстанды қарастырып өтсек, 2023-2024 оқу жылдағы статистикаға негізделсе, көп дипломатия таңдалған түлектер Қазақстандағы осы университеттерге оқу орындарына түскен болады. Ең бірінші біздегі Еуразия ұлттық мемлекеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет, Назарбаев университеті, Кемел, Сүлейман Демирел. Ал енді шетелге де кеткен оқушылар бар. Оның ішінде біздегі бәріміз білетін Гарвард университеті, Оксфорд, Sciences Pro, бұл біздегі Франциядағы университет, және де Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты. Бұл жерде тек қана дипломатия таңдаған оқушылар ғана оқиды, студенттер. Енді жұмыс істеуге болатын орындар. Егер сіз болашақта дипломат болғыңыз келсе, онда сіз осы жұмыстарда жұмыс атқара аласыз. Бірінші мемлекеттік қызмет, сыртқы істер министрі, үкімет, парламент, қорғаныс салалары, одан бөлек халықаралық ұйымдар, бұл бізде Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропалық одақ, елшіліктер, яғни Қазақстан мен басқа елдің елшілігі бола аласыз. Жеке сектор аша аласыз, немесе білім және ғылым университетте сабақ бере аласыз, одан бөлек бақ және де журналистикада жұмыс істей аласыз. Енді маманның болашағын тоқтап бір айта кетсек. Ол бізде мемлекеттік қызметте өсу, яғни бәріміз білеміз, оны атташы, үшінші хатшы, екінші хатшы, бірінші хатшы, кеңесші және де елші. Халықаралық ұйымдарда жұмыс істесеңіз, сіз ЛО, ЕО, дүниежүзілік банк сияқты ұйымдарда өсе аласыз. Жеке сектор болса, ол жақта біздегі корпорацияларда сыртқы байланыстар бөлімінің жетекшісі бола аласыз. Одан бөлек академиялық сарапшылық қызмет, яғни институттарда, университеттерде сарапшы, оқытушы бола аласыз. Ал енді қызық болу үшін маманның, яғни дипломаттың бір күнін қосқан болатынбыз. Бұл режим шамамен істелген режим. Мысалы, дипломаттың бірінші күні таңғы дайындық өтеді, яғни ұйқыдан тұру, таңғы асын ішу деген сияқты 9-дан бастап оның жұмысы басталады, яғни елшілік жұмысы басталады. 10:30-дан бізде ресми кездесулер, одан кейін құжаттармен жұмыс, іскерлік түсказ, форумдар және де іс-шаралар, бақ және де қоғаммен байланыс және де күндік қорытындылау, одан кейін ары қарай демалыс.
Енді жалпы дипломат мамандығын қорытындылай кетсек, дипломатия бұл жауапкершілігі өте жоғары, беделді мамандықтардың бірі. Сіз егер дипломатияға түскіңіз келсе, сіз елдің мүддесін қорғауға, жаңа мәдениеттермен танысуға және де стратегиялық ойлау қабілетіңізді дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар дипломатия қызмет тұлғалық өсуге, әртүрлі байланыс орнатуға және саясатқа ықпал етуге жол ашады. Егер саясат, тілдер, келіссөздер, бір елден басқа елге ұшып жүру сізге ұнаса, дипломатия бұл сізге тиімді мамандықтардың бірі.